шайтанмен тажалға алданғандар сопылық тарихаттан қашады. Пайғамбарымыздан соң жалған пайғамбарлар шықса, олардан соң жалған ғұламалар шықты, оларға ергендер адасты. Тек ахлул сүнна уәл жамағаға ергендер аман қалды. Ахлул сүнна уәл жамаға дегеніміз шариғат, сопылық тарихат, ақиданы толық мойындайтын, пайғамбарымызды, сахабаларды, әулиелерді, ахлул бәйттерді бірдей сүйетін және құрметтейтін мұсылмандар тобы. Ал қазір бұзық ғұламалар тіпті көп, шайтанмен тажалдың адамнан болған небір уәкілдері бар. Олар мұсылмандарды исламнан кетіргісі келеді. Ал қалған адамдар онсыз да шайтанға әскер еді. Сондықтан шайтан кәпірлерге тиіспейді. Олар мұсылманды іштен бұзуда, мұсылманның бұрыннан келе жатқан сенімін өзгертуде. Оған бір мысал уахаби салафилықтың мұсылмандар арасында кең тарауы еді. Олар әуелі әулиемен сопылықты шіркке шығарды, хадисті қысқартып, Құранға өз ойларымен үкім берді. Олар шайтанмен тажалдың қолдауында қаралас мұнайдың ақшасымен отын дүниеге таратып, басты топ болып алды. Күллі мұсылманды былғап, оларды кімге сенерін білмейтін дел-сал күйге түсіріп тастады. Ал қазір материалист, реформашыл мұсылмандар, құранистер пайда болды. Олардың бүлігі де уахаби салафилардан кем түспеді. Пайғамбарымыз басты топ мұсылманға еріңдер деген, бірақ ол басты топ, осыдан 100 жыл бұрынғы басты топ, қазіргі басты топ емес. Қазіргі мұсылмандарда ахлул сүнна уәл жамаға ашылық топ болғалы 60-70 жыл болды, тіпті еленбей кетті. Қыңыр топтар тек Мәхди Хазірет келгенде түгелдей тазаланып, барлығы орнына келетін болады.